Бамдат намазының уақыты кіргеннен кейін құблаға бет бұрып қиямға тұрады. Қиямда бүгінгі бамдат намазының 2 ракат сүннетін оқуға ниет еттім деп ниет етіп, 2 қолының алақанын құблаға қаратып, саусақ ұштарын иықтарына туралап, Аллаху акбар деп тәкбір айтады. Тәкбір айтысымен оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Содан соң Субханака дұғасын оқиды. Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарака асмука ва та'ала жаддука ва ла илаха гайрук. Субханака дұғасын оқығаннан кейін Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим дейді де Фатиха сүресін оқиды. Фатиха сүресінен кейін Құраннан кез келген бір сүре немесе ең азы 3 аят оқылады. Бұларды оқып болысымен Аллаху акбар деп рукухке барады. Рукух кезінде саусақтарының арасын ашпастан тізелеріне қояды. Тізелері мен арқасын біраз бүгеді. Рукухта 3 мәрте Субхан раббил азим деп тәсбих айтады. Рукухтен тұрарда Сами Аллаху лиман хамидах дейді. Ал қиямға барысымен Раббана ва лакал хамд деп тәсбих айтады. Бұдан кейін Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Ал білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ саусақтарымен жерді тірейді және саусақтар құблаға қарайды. Сәждеде 3 мәрте Субхан раббил а'ла дейді де Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп, тізерлеп отырады. Бұл жерде Субханаллах сөзі айтылатындай бір қысқа уақыт отырады. Отырғанда қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Сосын Аллаху акбар деп екінші сәждені жасайды. Мұнда да 3 мәрте Субхан раббил а'ла деп тәсбих айтады. Сосын Аллаху акбар деп екінші ракатқа бастау үшін қиямға тұрады. Қиямда бисмиллах пен Фатиха және қосымша кез келген сүре оқылады. Бұдан кейін бірінші ракаттағы секілді рукух пен сәжде жасалады. Аллаху акбар. Субхан раббиял азим, Субхан раббиял азим, Субхан раббиял азим. Сами Аллаху лиман хамида, Раббана ва лакал хамд. Аллаху акбар. Субхан раббиял а'ла, Субхан раббиял а'ла, Субхан раббиял а'ла. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Субхан раббиял а'ла, Субхан раббиял а'ла, Субхан раббиял а'ла. Аллаху акбар. Екінші сәждеден кейін отырады. Отырған кезде 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Бұл отырыс ақырғы отырыс болғандықтан, осы жерде ат-тахият, салават, Раббана атина дұғалары оқылады. Осыдан кейін Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп алдымен оңға, сонан соң солға сәлем береді. Міне осылайша 2 ракаттық намаз аяқталады. Аллах қабыл етсін.